Мен негіз Астанаға жұмыс істеп келген адаммын. Анау класстасым, осы жақтағы класстасым Нақыпбек объявление беріп қойған ғой, разнорабочий деп. Сонымен бір қатын звондап тұр. Здравствуйте, я по объявлению, мне нужно час деп майысып тұр, ұялып. Қуанып кеттім, бірінші заказ болғасын. Не істеу керек деп ем? Знаете, я одинокая женщина, можете быть моим мужем на час деп тұр маған. Хорошо, что надо сделать деп ем? Сонымен тұрды да, почистите мою трубу деді. Хорошо, ол несіне майысып ұялып тұр дедім да, хорошо дедім да. Сонымен Google-ға ең арзан құрылыс заттар магазин деп жазып ем. Бөкентау деген магазин шықты. Қабанбай Батыр 51 адресі бойынша келдім да, сонымен жаңағы керек заттарымды алып алайын деп. Труба тазалайтыны, жаңағы немене, трубаға құятын анау крот деген бар ғой, соны. Мен трубасы жарамай жатса дедім да, бірден труба алып алдым. Жаңағы труба резкісі бар, сол керек заттарымды бәрін алып алдым да. Сонымен жаңағы үйге бардым. Барып есігін қақсам, открыто дейді маған. Кірдім, кірсем бөлме қараңғы, мысықтар толып жүр. Бір мысық кеп аяғыма оратылады, нервқа тиіп. Өзім мысыққа жаман аллергиям бар да, көзім қышып, жасы аурап, бұлдырап, апшу деп түкірсем, ар жақтан мынандай қызыл клетка киім киіп алған бір қатын шықты. Шықты да бүйтіп протезін алып, стаканға салды да, будь здоров, муженек дейді маған. Ойбай, я пышамайды деп, қолымдағы трубамен салып қалдым қорққанынан. Енді біліп отырып қойдым, нужно час деген не екен. Еще мен ана қатынға звондап, трубаңыз тар ма еді, кең бе еді, әлде нешелігін алайын деп қоямын ғой жаңағы. Ол да что вы говорите деп қояды жаңағы.